Қазақстанның халықаралық деңгейде ұсынған бастамалары, олар көп жерде, көп елдердің қолдауын тапқан. Мысалы, мына елбасымыз ұсынған терроризмге қарсы әрекет ету кодексі деген құжат бар халықаралық. Ол мына Біріккен ұлттар ұйымының шеңберінде қабылданған құжат. Орысша айтқанда кодекс поведения против терроризма. Оны ең басында 70 мемлекет алдын ала бірінші ұсынған кезде қабылдады. Қазіргі таңда сол мемлекеттердің саны қателеспесем 100-ден асты. Кодекске қосылған мемлекеттер мына терроризмге және экстремизмге қарсы іс-қимылды жүзеге асырғанда бүкіл осы құжатқа қосылған мемлекеттермен бірге бір бағытта жұмыс істейміз деген өзіне міндеттемелерін алады. Біріккен ұлттар ұйымының шеңберінде терроризмге қарсы іс-қимылды реттейтін 19 құжат бар халықаралық. Қазақстан Республикасы сол құжаттың 19-ның барлығына қосылған. Барлық құжаттарға қосылған мемлекеттер саны аз деп айтуға болады, себебі әрбір құжатқа қосылу ол мемлекетке бір қосымша міндеттеме қояды. Сондықтан ол міндеттеменің бәрін орындау ол да кейбір мемлекеттерге қиын. Сондықтан барлық мемлекеттер ол құжаттарға қосылмайды. Терроризмді қаржыландыру, соған қарсы іс-қимыл мәселелері өте өзекті болып тұр. Себебі 2020 жылдан бастап біз ағылшынша айтқанда аббревиатурасы FATF деген бар. Мына терроризмге қаржыландыру қарсы халықаралық ұйымы бар. Терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылмен айналысатын, мемлекеттерді біріктіретін халықаралық ұйым. Сол мемлекеттік FATF деген ұйымның ұсыныстары бар. Ол ұсынымдарды барлық мемлекеттер іске асыру керек.